Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында жұп-жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын бургерлер әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және лайктарыңызды аямай осы қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің ерекше видеоларым сіздерге шығатын болады. Ендеше жұмысымызды ең алдымен булочкаларды әзірлеп алудан бастайтын боламыз. Қамыр илеуге арналған ыдысымызға 180 грамм жылы сүт, 180 грамм жылы су құятын боламыз. Ыстық болмауы қажет. Міндетті түрде мән беріңіздер. Себебі біздің ашытқымыз күйіп қалған жағдайда қамырымыз мүлдем көтерілмей қалады. Содан соң барып 4 жұмыртқа салатын боламыз. 1 ас қасық шекер, 1 ас қасық тұз салдым мен. Тұзын дұрыстап алыңыздар. Аз болып қалмауы қажет. 1 ас қасық ашытқы саламыз және де 70 граммдай сұйық май құятын боламыз. Жақсылап ашытқымыз ерігенге дейін араластырып алатын боламыз. Сұйық майды өлшей алмаймын десеңіздер, жарты шай кеседе құйсаңыздар жеткілікті. Көрсетілген мөлшерде 600 не болмаса 700 граммдай ұн салатын боламыз. Менде жоғары сұрыпты ұн және де жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолға жабысқақ қамыр болуы қажет. Жабысып жатыр деп ұн салып қатты қамыр илеуге болмайды, себебі бургерлеріміз қаттылау болып қалуы мүмкін. 1 сағатқа ашытып аламыз. Ашығаннан соң қамырларымызды және де кіші бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Балаларға жегенге ыңғайлы болсын деп орташа кіші көлемде бөліп шықтым. Қалауларыңызға қарай ірі көлемде жасасаңыздар да болады. Менде барлығы болып 13 тал бургердің булочкалары шықты дәл осы көлемдегі қамырдан. Қалауларыңызға қарай одан да кіші не болмаса ірі көлемде бөліп алсаңыздар болады. Қамырларымызды қолымызбен дәл осылай думалақ етіп бір шетке қоя тұрамыз. Барлығын бір келкі жасап алғаннан соң листімізге теріп алатын боламыз. Листке теріп алғаннан соң бетін жай ғана осылай басып қойыңыздар, себебі қамырымыз пісіп шыққан кезде доп-думалақ болып қалмас үшін осылай жалпақтау етіп жайып алатын боламыз. Содан соң қамырымыздың бетін жауып 30-35 минуттай жылы жерде бетін жауған күйде қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің булочкаларымыз үлпілдек болып, жұп-жұмсақ болып пісіп шығуы үшін дәл осылай жасау қажет. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз тынып, ісіп шыққан, өте жұмсақ болып пісетін болады. Ендеше бетіне жұмыртқаның ағын жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның ағын жағу себебі мен бетіне дәл осылай семечкаларды сеуіп шыққан болатынмын. Жақсы жабысу үшін дәл осылай жұмыртқаның ағын жағып шықтым. Егер де сіздер бұлай үстіне бетіне семечка не болмаса күнжіт сепеймін десеңіздер, жұмыртқаның ағын жақпай жай ғана өзін духовкада пісіре берулеріңізге болады. Екінші бөлігіне мен күнжіт сеуіп шықтым, ақ күнжіт. Әрине бұл өз қалауларыңызға қарай. Егер де қамырды тындырмай бірден духовкаға салып жіберетін болсаңыздар, біздің булочкаларымыз қаттылау болып шығуы мүмкін, кәдімгі нан сияқты болып қалады. Сол себепті алдын ала бетін жауып 30 минуттай тындырып алыңыздар. Балалардың сұранысы бойынша 3 бөлігіне розовый краситель қосып жібердім. Ол балалар солай жасап берің дегеннен соң, әрине бұл өз қалауларыңызға қарай. Духовкамыз алдын ала 180 градуста қызып тұрған болуы қажет. Қызып тұрған пешімізге салып 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Менде кіші духовка болғандықтан 25 минутта қызарып пісіп шықты. Міндетті түрде бақылап тұрыңыздар. Әр қалай духовкалардың көлеміне қарай әр қалай пісіретін болғандықтан міндетті түрде бақылап тұру қажет. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан. Қазір сіздерге қалай жұп-жұмсақ болып шыққанын да көрсететін боламын. Енді пісіп шыққан кезде біздің булочкаларымыз беткі жағы өте қаттылау болып тұрады. Кішкене тұрғаннан соң, суығаннан соң олар өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын болады. Бұл видеода жай ғана бургердің булочкасын ғана емес, бургердің өте сочный болып шығатын арнайы соусымен де бөлісіп өттім. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз қазір өте дәмді соус дайындайтын боламыз. Соусымызға алдын ала қыздырылған майымызда бір үлкен көлемді пиязды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қызарған пиязымызды алып бөлек ыдысқа алып аламыз. Дәл осы майда котлетті қуырсаңыздар болады. Кесемізге 4 ас қасықтай майонез және де 4 ас қасық кетчуп салатын боламыз. Және де жаңағы қуырып алған пиязымызды салып жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызға қарай тұздалған қиярды ұсақтап салуларыңызға да болады. Біздің үйде кішкене балалар қышқыл дәмді ұнатпағандықтан мен қоспадым. Және де
котлетімізді әзірлейтін боламыз. Котлетке бізде майлы фарш және де тұз, қара бұрыш, кориандр және де ұсақталған чеснокты салып жақсылап араластырамыз. Біркелкі араласып алған фаршымызды қуырғанда ыңғайлы болу үшін дәл осылай салафан пакеттің үстіне жайып алдымен өте жалпақ көлемде жайыңыздар. Бургеріміздің булочкасынан үлкендеу болуы қажет. Себебі біздің котлетіміз қуырып болғаннан соң көлемі кішірейіп кеткендіктен міндетті түрде дәл осылай жалпақ күйде жайып алатын боламыз. Бізге майда қуыратын кезде осылай ыңғайлы болады. Міндетті түрде салафан пакетке жайып алыңыздар. Қызып тұрған майымызда екі жағын қызартырып қуырып алатын боламыз. Котлеттеріміз пісіп шыққаннан соң дәл осы майымызды кішкене алып тастап, дәл осы қызып тұрған табамызға сырларымызды кесіп, бөлшектеп, төртбұрыштап етіп, жай ғана астын өшірген күйде салып қоятын боламыз. Сол кезде сырларымыз біркелкі еріп тұратын болады. Ендеше бургерімізге соусымызды жағып аламыз. Жай ғана майонез, кетчупты араластырып қойғанға қарағанда дәл осылай пиязды қуырып салып соус дайындайтын болсаңыздар өте дәмді болып шығатын болады. Міндетті түрде дәл осы соуспен әзірлеп көріңіздер. Ендеше салат не лезть, не болмаса айсберг ұнататын кісілер болса, айсбергті ұсақтап салып жіберсеңіздер де болады. Және де екі тал жұқа етіп туралған қияр салатын боламыз. Қалауларыңызға қарай дәл осы қиярдың орнына тұздалған қияр салсаңыздар да болады. Үстінен котлет және де жаңағы ерітіп алған сырымызды бетіне осылай қойып аламыз. Сырды жай ғана табада ерітіп алдық, ешқандай қуырудың қажеті жоқ. Асты қызып, содан соң сөндірілген табаға салып қойсаңыздар жеткілікті. Бетінен помидор және де бургеріміздің екінші жағына да соус жағып, бетінен жабатын боламыз. Сонымен біздің бургеріміз дайын, өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын болады. Дәл осы рецептпен жасап, балаларыңызды, жақындарыңызды қуантыңыздар.